Шағалалы Шардара деген әніңіз бар. Шардара сіздің жаныңызға қаншалықты жақын? Енді Шардара маған енді шын айтсам Шардарада сирек болған екен. Мен ол жерге көп барған емеспін. Бұл әннің жаңағы туына әсер еткен осы бір газет бетінде хабарландыруды көріп қалдым. Осы Шардараға арналған жаңа әндердің республикалық байқау өтейін деп жатыр екен деп. Енді бұл өнер деген өзі қызық дүние ғой. Бұл бір Алланың құдіреті деп айтар едім мен. Сол маған әсер етті де, маған бір әуен келді. Әуен, сосын оның сөзін жазатын ақын, оның орындаушысы да бір үйлесе кетті де, бір керемет дүние шығып. Бұл енді әннің менің творчествомдағы алатын үлесі өте зор, себебі сол жердегі 50 шақты әннің ішінен енді доданы жарып баспай келу деген сөз, және ол тек қана алып шаң басып жатқан жоқ. Бүкіл республиканың көлемінде орындалып, көптеген жерлерде сол ән арқылы мені танып жатыр. Аманбысың аңсаған шағалалы Шардара, қайта келдім мен саған жылдар салып араға, баяғыдай соғады толқындарың жағаға, көкте қанат қағады бұрынғыдай шағала. Шағалалы Шардара, сағым дала сары дала, келер мекен соңы бір қыз, толқын соқсын жағаға. Ақынның жазып отырған өлеңіне қарап отырсаңыз, үлкен бір сағыныштың сырын дәл осы бір өлеңге құйған секілді. Оның сөзіне де қарасақ, аманбысың аңсаған шағалалы Шардарам, қайта келдім мен саған жылдар салып араға деп жалғаса береді өлең. Дегенмен де бұл ақынның жүрек лүпілі сізге де әсер еткен секілді. Фариза, мен бұны жаңа Мыңжасар Маңғытаев ағамыздың марқұм еске алып отырған себебін біліп отырмын. Сол байқауда қазылар алқасын басқарған сол кісі болатын. Сол кісінің енді көрегендігі, әділ баға бере білгендігі шығар деп те бір жағынан ойлаймын. Мен өзім ойлап едім. Осы клип осы жаңағы Шағалалы Шардара әніне арнайы сол бір қомақты бір бейне баян жасасам деп. Соны жасаған кезде мен сол кісінің кейпін елестетіп едім. Шынында сыртта жүрген жаңағы көптен бері өз өнер саласында тағдыр тәлкегімен қайсымызда жан-жақта жүрміз ғой, туған жерімізде жүрген жоқпыз. Сол жаңа кісі бір ауылына оралып келіп бір жаңа соның бір бас кейіпкері болса. Яғни Шардараның шағаласы дейсіз. Бір бас кейіпкері болса деп ойлап едім. Енді бірақ мынау үйдегі көрік тойды базардағы нарық бұзар дейді. Кейде бірдеңе жетіспей жатады, бірдеңе болмайды. Мен енді осы ойым іске аспай қалды, соған өкінем. Дегенмен жаңа дұрыс айтып отырсың. Енді қандай да болмасын, осы жырақта жүрген азаматтардың туған жерге, елге, балалық шаққа деген бір сүйіспеншілігін, сағынышын осы ән арқылы біз бере алдық қой деп. Менің ойымша, көптеген ақын сазгерлер еліне өте қатты сағыныш болмаса ән жазуы қиындау секілді. Енді сіз өзіңіз мынау Тасты деген ауылда туылған екенсіз, туған жеріңіз туралы ән жаздыңыз ба? Бұл енді туған жерін Тасты туралы мен ән жазбаппын. Шында мынау осындай сұрақты маған көбісі қояды. Сіз шардаралық емессіз бе деген сұрақ қояды. Кейде мен оны бір кенеттен қойылған сұрақ па деп қарасам, шында жаңа әніме байланысты қояды екен. Мені өзіңде қойып отырсың сол сұрақты. Мен Тасты туралы жаза қойған жоқпын, бірақ енді сол елге, жерге деген Шолаққорған енді сол Созақ ауданының орталығы ғой. Ертеректе мен Шолаққорғанға деген ән жаздым, енді оны домбырамен орындалды. Менің алғашқы үнтаспама да енді жазғаным бар. Енді ол мынандай Шағалалы Шардара сияқты бір өзінің дәуіріндегі дейміз ғой. Сол деңгейде көтеріле алмады. Гитараңыз ала келген екенсіз, тірі дауыста ән айтпаса, оны халық кішкене жақынырақ сізді тани түсетін сияқты. Мұқағали Мақатаев ағамыздың көп сұхбатыңыз айтып жүресіз. Мұқағали Мақатаевтың кітабын үнемі оқып жүремін. Соның өлеңдеріне ән жаздым деп. Осы бір қысқа әрі нұсқа тамаша бір әніңізді тірі дауыста орындап берсеңіз. Рахмет. Енді мынау
Мұқағали Мақатаев марқұм ағамыздың тағы бір әні бар еді. Содан мен бір қысқа бір үзінді айтып берсем деген болып отыр. Жасың бар, жігіт желең, шалдарың бар, ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Жасың бар, жігіт желең, шалдарың бар, ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Тірі жетсең болашақ өз айтады, қайсыңның қанша пұттық салмағың бар. Қорқауды, өсекшілді қатар қалма, кеселін тигізеді сапар далдан. Не бетімізді айтамыз болашаққа, жат қылықты қалдырмай апарғандан. Жасың бар, жігіт желең, шалдарың бар, ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Жасың бар, жігіт желең, шалдарың бар, ертең біз жол жүреміз, қамданыңдар. Тірі жетсең болашақ өз айтады.